Науайы ұлы тұлға Республикалық рухилық һәм ағартушылық орайы Қоңырат районлық бөлімі басылмасы менен Алишер Науайның дөрөтүшлігіне бағышланып өткерілген кеше міне ұсатымада шөлкеместірілді. Ләжда атап өтілгенінде Алишер Науайы өз дөрөтпелері арқалы хадаллық һәм әділлік, рухи жетіклік идеяларын сәулелендіруші, инсанларды кәмілікке шақыратығын шын мәнісіндегі халқымыздың мақтанышына айланған. Бүткіл дүнияда сүйіп оқылатығын көплеген тілдерге аударылған оның шығармалары бірнеше асыр өтсе де еліге шекем өзбек халқын, милли үрпәдет һәм дәстүрлерімізді, ұлы қадіретларымызды дүнияға танытпақта. Шайыр дөрөтүшлігі қанша асырлар өтсе де ахметін жоғалтқан жоқ. O'zbekiston qahramoni Suyma G'aniyeva Alisher Navoiy ijodini bir ummon, undagi suzayotgan har bir tadqiqotchi g'avvos deb bekor aytmagan. Biz ham Alisher Navoiyning ijodini sevishga, yoshlarni Navoiyshunos qilib tarbiyalashga, ularning she'rlaridan, g'azallaridan tarbiyaviy ahamiyat kasb etishga harakat qilamiz. Инсанларды жақсылыққа һәм даналыққа жетелеуші әрбір шығармасы бүгін жастардың кеуілінен терең орын алып, тәрбие мектебін атқарып келмекте. Кеше давамында райондағы ұлма білім беру мектеплерінде тәлім алып отырған оқушылар шайырдың шығармаларынан үзінділер оқып, сахналық көріністерді жиналғалардың назарына ұсынды.